Бала 6 айына дейін толығымен емшек сүтімен тамақтануы тиіс. Бұл оның иммунитетін нығайтып, пандемия кезінде инфекцияларға төтеп беру қабілетін қалыптастырады және баланың денсау болып өсуі мен дамуына ықпал етеді. Бала 6 айға толғаннан кейін оны емшек сүтімен ғана тамақтандыру жеткіліксіз болады. Бала өсіп қалған және оның рационына қосымша тамақтануды, емшек сүтіне қосымша тағамдарды, ботқа, ет, жеміс көкөністер, ашытылған сүт өнімдерін қосып енгізе бастаған маңызды. Бұл баланың дұрыс өсуіне көмектеседі және оның иммунитетінің мықты болуына және миының дұрыс дамуы үшін барлық қажетті заттар мен микроэлементтерді береді. 3 жасқа толмаған балаларға арнап қосымша тағамдар әзірлеген кезде тамаққа тұз, қант, дәмдеуіштер қоспаңыз. Бұл дұрыс дәм сезу дағдыларын қалыптастырады, олар есейген кездегі көптеген аурулардың алдын алады. Қосымша тамақтандыруды глютенсіз жармалардан немесе көкөністерден бастаған жақсы. Кесектері жоқ езбе консистенциясынан бастаған маңызды. Ал 1 жасқа таяған кезде тағамдарды сақтап туралған өнімдер көлеміне дейін жеткізуге болады. Әрқашан қол тазалығын ұмытпаңыз. Жасына сәйкес әрбір тамақтандырудың көлемін таңдап отырыңыз. Қажетті мөлшердегі калорияларды қамтамасыз ету үшін қосымша тамақ барынша қою болуы тиіс. 6 айдан бастап баланы сұрауына қарай кемінде тәулігіне 6 рет тамақтандырып отырыңыз. 1 жастан 2 жасқа дейін біртіндеп режим бойынша тамақтануға көшуге болады. Егер сұрақтарыңыз қалып отырса, өз емханаңыздағы патронаждық медбикеге хабарласыңыз. Ол сәбиіңіздің дені сау және ақылды болып өсу үшін оны қалай дұрыс тамақтандыру керек екендігін айтып береді.